Оказывается, красивое место, смотрите. Қапал. Тамшыбұлақ. Мынаны қараңдаршы. Мына өзінен өзі жердің астынан ағып жатыр, қараңыз. Қараңыздар. Өзінен өзі жердің астынан тамшылап ағып жатыр мына. Бұның емдік қасиеті деген керемет екен. Бұл туралы аңыз емес, о өмірде болған екен, е, Мейірбек? Бір американттар ма? Американттар осында келгенде зерттеу үшін баяғы кезде. Осы жақты көргілері келіп. Қазақстанды зерттеуге келген, сол кезде осы жерде бір бала өмірге келіпті. Сол баланың атын Тамшыбұлақ деп қойған себебі, өйткені ол бала қатты ауырған екен, е? Сол қатты ауырған кезде осы мына жерде міне осы жақта жуындырған екен. Сол баланы жуындырып, осыдан суын ішкізіп, осы арқылы жаңағы бала адам болып кеткенді. Яғни суық, Суық мына жер. Өзі ерекше, қараңыз. Осында түсірген. Содан бала жазылып кетті да, ол баланың атын Тамшыбұлақ деп қойған екен. Ол бала Америкада қазір үлкен бизнесмен, осы жақында бір штаттың губернаторы екен. И сол жазылып кеткеннен кейін осы недавно осы Қапалға, осы Тамшыбұлаққа келіп, ризашылығын білдіріп, халықпен кездесіп, мұның сондай емдік қасиеті бар, мұны осы керемет Қапалда тұрмыз. Қараңыздар, жан жақта барлық жерде міне сулар ағып жатыр өзі. Қараңыз. Өзінен өз, қараңыз, жердің астынан. Көрдіңіз бе? Ағаштар өсіп тұр. Амында сулар тамшылап тұр, қараңыз. Қызық, е? Міне осыған суға түскен адам. Егер осын көргіңіз келсе, Қапалға келіңіз. Қапал деген бұл Семейге кетіп баратқан жолда. Міне осында керемет емді қасиет бар. Көп адамдар осында келіп, суынды алып кетеді. Тамшыбұлақ деп аталады Қапалдың өзінде. Так что осы жаққа келіңіздер.